Елімізде білім саласын дамытуға қомақты қаржы бөлінеді. Бюджет шығысы жыл сайын өсіп жатыр. Осыған қарамастан елдегі білім сапасының деңгейі төмен. Пайыз халықаралық оқушы қабілетін бағалау бағдарламасы шеңберінде тест тапсырған жеткіншектердің 3/2-сінің нәтижесі олардың функционалдық сауаттылығы төмен екенін көрсеткен. Бұл өте өзекті мәселе. Қазақстандағы білім беру сапасының төмендегенін Ұлттық статистика бюросы жүргізген зерттеуде растап отыр. Өзекті мәселе бағдарламасының бүгінгі санында белгілі ғалым, Халықаралық сапа академиясының академигі Азат Абдрахманов осы тақырып туралы өз ойымен бөліскен еді. Енді білім деген ол қашанда болса айтылып жүрген мәселе ғой. Енді Абай атамызда айтып кеткен білімнің орны бөлек екенін, сондықтан мысалы Қазақстан егемендік алғалы білімнің сапасы туралы көп сөз болды, бірақ мен ойлаймын айтарлықтай өзгеріс болған жоқ. Білім министрлігі неше рет басқа министрліктерменен, денсаулық сақтау министрлігіменен, спорт министрлігіменен қосылды, одан бөлінді деген сияқты. Білім менен ғылым министрлігі болды. Бірақ менің ойымша сол жүйеде білім саласында, мысалы оқу орындарында қатты өзгеріс болған жоқ. Ең үлкен кемшіліктердің бірі менің ойымша, мысалы осы оқу орындарына қойылатын талаптар төмендеп кетті. Оған әрине біздің өзіміздің айта кетсек, енді ұлтымызда бар мекен, қарым-қатынас, туысқандық, басқа да бір байланыстар әсер ететін сияқты. Егер де біз тек қана заңның жолымен жүретін болсақ, жоғары талаптарды қоятын болсақ, онда оқу орындарында деңгейі басқаша болатын сияқты. Өйткені қазіргі жағдайда не көп? Мектеп көп. Арасында жекеменшік мектептер ашылып жатыр. Ал оған мысалы дайындайтын, мұғалімдер дайындайтын педагогикалық институттар бәрі университет болып кетті. Сондықтан қазір айта келетін болсақ, мұғалімдердің деңгейі қалай? Көп жылдан бері мұғалімдер жетіспеді, әсіресе ауылды жерлерде. Өйткені дәрежесі төмен, еңбек ақысы төмен, жас мамандар барғысы келмеді, сондықтан мұғалімдер жетіспеді, оқу саласы төмен болды да, білім беру жүйесі төмен болды. Сол себептен қарап көрсеңіз, ауылдың мектептерінен шыққан жастардың білімдері төмен болды. Ал енді тағы келесі мәселе ол оқу орындары. Қазір не көп? Колледж көп. Колледждер көбейіп бітті. Жекеменшік колледждер көбейіп бітті. Талай жылдан бері әр келген білім министрі келіп, осы мәселені сынайды, соны оқу орындарының санын азайту керек, көп оқу орындарын жабу керек дейді да, өзі жаппай кетіп қалады. Сол оқу орындары шамалы ғана өзгеріс жасап, әлі қызмет етіп жатыр. Колледждер, университеттер. Ол университеттердің мұғалімдерінің әрине арасында тәжірибелі, білімді, осы өзінің қызметіне берілген профессорлар бар, мұғалімдер бар, шетелде дайындалғандар бар, бірақ оның арасында жаңағы деңгейі төмен, білімі төмен мұғалімдерде жетіп жатыр. Сондықтан олар қандай білім береді? Соған оны бұлаяқ сұрамаяқ түсінуге болады. Ал енді тағы да бір мәселе, жаңағыдай бірмен бірі байланысты мәселе, ол оқу орындарының көптігінен білімді мұғалімдер жетіспейді. Сондықтан жаңағы әсіресе жекеменшік университеттер, колледждер, сол мен ойлаймын үлкен талап
қоймай мұғалімдерді ала береді. Сол себептен оқу сапасы да, оқу процесінің сапасы да жетерлік емес. Мысалы, Азияның, Еуропаның көптеген елдерінде білім ордаларына қатысты мынандай жақсы тәжірибе бар. Егерде бір мектептің деңгейі төмен болса, үлгілі, деңгейі жоғары мектептер әлгі мектепке көмектесу керек. Жаңа білікті ұстаздар артта қалған мектептерге көмектессе, сол үшін олар қосымша ақы алады. Нәтижесінде жаңа артта қалған мектептегі балалардың білім деңгейі де жоғары көтеріледі екен. Қазір осы тәжірибе кең қолданылып жатыр. Енді мен өзім өте таныс емеспін осы тәжірибеменен, бірақ айта кететін болсақ, шетелде әр университет өзінің оқу процесінің деңгейін көтеруге тырысады. Оның бір көрсеткіші осы университеттің түлектері дейміз бе, солар қызметке тұруға байланысты. Неше маман, неше пайыз болды, жұмысқа тұрып кетті. Бірінші жылы, екінші жылы. Мысалы, университет бізде бар ғой, енді аттарын атамай-ақ қояйық. Мысалы, мен өзім көпшіліктен білемін, осы университеттің мамандарының деңгейі төмендегеннен кейін, қай университет бітірдің, қай колледж бітірдің дегенде атын айтқаннан кейін айналайын жүре бер, енді сені қабылдамаймын деп қайтарып жібереді. Сол себептен шетелде, мысалы, сол қызметке тұру мәселесі үлкен көрсеткіш. Бізде жаңа оқу орындары дипломдарын береді да, арғалтай қызықпайды. Сол мамандар былтыр бітірген, алдыңғы жылы бітірген, одан бұрын бітірген, неше жыл бұрын бітіргендер көлік айдап таксист болып жүр. Біреулер жаңағы неше түрлі базарларда сауда жасап отыр. Соның көпшілігінің жоғарғы білім туралы дипломы бар. Білдіңіз бе? Мұғалімдер отыр, инженерлер отыр. Ол үкіметтің, мемлекеттің экономикасына зиян. Себебі мемлекет осы маман дайындауға ақша шығарады. Одан да біз, мысалы, 30 мың маман, енді былай жалпы айтқанда, 30 мың маман дайындағанша мүмкін 10 мың или 5 мың маман жетерлік шығар. Соны кім зерттеп отыр? Содан кейін тағы бір біздің үлкен кемшілік мына мемлекеттің деңгейінде шешілмеген, ол жаңағы ақылы оқу. Ақша төлейді, оқушылар оқи береді. Жаңағы оқуға түсу үшін ешқандай емтихан керек жоқ. Ешқандай тексеру білім керек жоқ. Сіз ақша төлейсің, ақша төлесің, сені қабылдап алады. Грантқа түскендер бір бөлек, ал енді төлемақыменен оқып жүргендер бір бөлек. Олар оқи береді. Сосын жаңағы емтихан тапсырамай қалса, оған тағы төлейді. Сосын бір күн өткізіп жібереді. Соныменен жаңағыдай мамандар, былай айтқанда маман деп айтуға бола ма екен оларды? Сол өкінішке орай біз сондай жағдайменен неғып отырмыз. Ал енді қазір, мысалы, тағы бір мәселе айта кететін, университетті бітіре қалған мұғалім, құрылысшы, инженер, заңгер бірден барып жұмыс істей ала ма өндіріске? Мысалы, менің өзім қарауыма келген мамандар, мысалы, стандарттау, сертификаттау бөлімшесін бітіріп келгендер, енді білімдері өте таяз. Ал енді оны мен жарты жыл оқытуым керек. Мына өзіміздің қызметке, біздің ұйымның жаңа қызметіне байланысты. Мен ойлаймын, сол сияқты әр жерге, мысалы, құрылыс мекемесіне барса, өндіріске барса, ол мамандар дайын емес. Себебі біздің оқу саласы өндірістен алыс. Өндіріспен байланысы жоқ. Мұғалімдер жаңағы өзінің оқытып атқан, енді жарайды әлгі теория жағынан мүмкін әр инженерге біраз физикадан білім керек шығар, математикадан білім керек шығар, бірақ соның білімді мен ойлаймын бағалау керек. Қанша керек физикадан білімі, қанша керек? Сонша көп
оқыту керек, қанша сағат оқыту керек, егерде ол инженер болып шығатын болса. Егерде ол экономист болатын болса, неше түрлі теорияларды оқытқаннан пайда бар ма? Мысалы, біз жаңағы айтып кеттім басқа сұхбатымда, Кемпиен университетінде студенттер оқу уақытының 60%-ын өндірісте өткізеді екен. Өндірісті өткізеді екен, жаңағыдай неменен, мұғалімменен, кураторыменен байланыста жүреді, оның тапсырмаларын орындап жүреді, жаңағы жұмыс орнында жүріп, жаңағы өзінің практикалық білімін алады екен. Сонда ол жаңағы кәсіпорынның, компанияның жұмысын толық біледі, өзі келесі өзінің бастайтын, мына диплом алғаннан кейін істейтін жұмысымен таныс, келесі күн істеп кетеді. Сондай екен. Ал мысалы анау атақты Оксфордты алатын болсақ, олар мүлдем группамен оқымайды екен. Әлгі лекциялары санаулы екен. Бірақ әр мұғалім, әр студентпен жеке жұмыс жүргізеді екен. Сонда лекция оқымайды. Негізгі жаңағы мақсат студенттің өзі оқу керек, өзі білім алу керек, өзі дамуы керек, өзі келешектегі мамандығына дайындалу керек. Сонда мұғалімнің мақсаты, сен қалай осы, мысалы, бір айда бір кездесетін болса, немесе бір аптада бір кездессе, сол уақыттың ішінде қандай білім алдың, қандай ойға келдің, қандай идеялар таптың, қандай жол таптың, өз жұмысыңа пайдалы не түсіндің. Сол екен, ол әлгі лекция оқып, мынау физиканың, мысалы, жаңа экономиканың бір нелерін, жаңа теорияларын, практикаларын түсіндіріп отырмайды екен. Алдыңғы жаңа шетелдің оқу орындары. Олар сені маман ретінде, адам ретінде, жаңағы өзінің, мысалы, сана сезімін, ойының деңгейін, жаңағы өзінің соны дамытуға тырысады екен. Бізде білім саласын түбегейлі реформалау керек шығар. Өйткені анау қазір мен айтатын мәселе кез келген отбасындағы жағдай деп ойлаймын. Мысалы, мектепке баратын баланың белгілі бір пән бойынша көрсеткіші төмендеп кетеді. Одан кейін не істейді? Ата-ана алады да оны қосымшаға береді. Қосымшаға 1-2 ай барса, деңгейі кәдімгідей көтеріліп қалады. Ал мектепке барса, жаңағы төмендеп кетеді. Ал беріп жатқан сол бір бағдарлама, бір пән. Бұны қалай түсінуге болады? Енді бұл жерде былай ғой, мына мектептегі бағдарламалардың бәрі сол орта білімі бар балаларға арналған екен, бәріне тең сабақ береді ғой. Ал оның арасында жаңағы үздік шығып отырған білімді, жаңағы тез түсінігі бар балалар бар. Анан кейін біраз балалар, мысалы, әлі бастауыш мектепке баратын болса, мысалы, үйінен дайындалып келеді. Ондайлар да бар. Жаңа барған кезде оқи алады, әріп таниды, жаңағы шамалы есеп жасай алады, мысалы. А кейбір басқа балалар келеді, ешқандай түсінігі жоқ, білімі жоқ. Сонда жаңа бірге бір сыныпқа келген кезде, жаңа білімі жоқ баламенен, ана білімі бар балаға қызық емес. Ол сол кезде жаңағыдай оқуға кішкене салқын қарайды. Алдыңыз ба? Сондықтан, мысалы, шетелде анау дарынды балаларға жеке мектеп құрады, жеке бағдарлама арнайды, жеке дайындайды. Сондай болады. Сосын біздің мына жоғарғы оқу орындарында, орта оқу орындарында да солай ғой. Бәріне бірдей лекция оқиды, бірдей сабақ береді. Жақында қызықты дерек оқыдым. Канадада әлеуметтік жәрдемақы алатын азаматтардың 47% мектепте орта білім алмағандар екен. Енді ондай пікірлер бар. Кейде осы мына бизнестегі жүрген, біраз жетістіктерге жеткендердің өзі анау Билл Гейтсті, жаңағы Майкл Дейлді келтіреді. Солар мектепте нашар оқыған, жоғарғы білімі жоқ дегендей. Соның кейін барып, жаңа мектепте жақсы оқитындарды кішкене кемітіп, сол күмән туғызады. Сол мектепте жақсы оқығаннан не пайда? Ол дұрыс емес пікір.
Өйткені Майкл Делл біреу-ақ, Билл Гейтс жалғыз, ол миллиондаған адамдардан шыққандар олар. Сондықтан жаңағы әлгі мектепте төмен баға алған, мектепте жақсы оқымағандар кейін бір үлкен атаққа жетістікке жетті деген ол өте санаулы. Ондай пікірді мен ойлаймын қолдамау керек. Қолдамау керек. Біздің баяғыдағы совет мектебі өте күшті болды, мықты болды. Деңгейі жоғары болды. Әрине мысалы кейбір пәндерде мысалы бізге Египеттің тарихын терең берді. Жаңа Грецияның тарихтарын терең берді. Мен орыс мектебінде оқыдым. Бірақ қазақтың тарихын оқытпады бізге. Мысалы, егерде біздің әдебиет туралы орыс әдебиетін, шетелдің әдебиетін оқытып сөйтті де біздің қазақ әдебиетін, қазақ жазушылардың жаңағы нелерін әдебиетін оқытпады мысалы. Сондай кемшіліктер болды. Бірақ әрине біздің мысалы мектеп бітірген адамдар көзқарасы бәрібір жоғары болды. Жоғары болған себебі біз кейін мысалы өзім ғылыми жолға түскеннен кейін, шетелге барып жүргеннен кейін кейбір әжептәуір мамандармен кездескенде Қазақстан қай жерде дейді. Оның астанасы Ташкент па дейді. Африкада ма, жоқ Азияда ма дейді. Мысалы біз Канаданың қай жерін білеміз, Мексиканың қайда екенін білеміз, Бразилияны да білеміз, Африканы да біздің мектептерде жаңағы неше түрлі географиялық білім берді, жаңағы ботаникадан неше түрлі өсімдік, жәндіктер деген сияқты. Бірақ қазіргі жағдайда мысалы Америкада әрине бір жағынан жақсы дейді, бір жағынан. Екінші жағынан олар мысалы тек қана сол өзіне өмірге қажетті ғана білімді береді. Болды. Қалған ұлттық білмейді ол. Ол сен Қазақстан, Жапонияның жанында ма, жоқ басқа жағында ма, біздің жаңағы қандай жетістіктерімізді Қазақстан қайда жеткенін көпшілігі білмейді. Сіздер түйе мініп жүрсіздер ме дейді. Сол сияқты мысалы олардың енді мүмкін бір жағынан бір үйренетін жері бар шығар, ал келесі жағынан бәрібір жоғарғы білімді азамат, оның көзқарасы болу керек, оның жан-жақты жаңағы білімі болу керек деген сияқты болу керек. Сондықтан әрине бізде тағы үлкен айта кететінім, мысалы мына өмірге байланысты емес білім. Ең бірінші мәселе ол мысалы оқу орындарын бітіргендер бара салып ертең жұмысқа кірісіп кету керек. Әлгі бұрын айтушы еді ғой, мамандық ориентация деп әлгі кәсіби ориентация дейміз бе? Кәсіптік ориентация дейміз, соны дайын маманды шығару керек. Мысалы жаңағы әлгі бір әзіл бар, бір жас дәрігер, хирург операция жасайын деп тұр дейді. Сонысын қараса жатқан ауру кісі дір-дір етіп қорқып жатыр дейді. Сөйтсе дәрігер сұрайды екен, сіз неге өйтесіз десе, мен қорқып жатырмын, мен өмірімде бірінші операция депті. Сөйтсе айтады дейді, қорықпаңыз, менің де бірінші операция депті. Сол сияқты енді әлгі бізде мысалы мен өзім баратын болсам, тіс емдеуге мүмкіндік болса, жаңа тәжірибесі бар тіс дәрігеріне барғым келеді. Себебі кеше ғана білім алған, диплом алған тіс дәрігеріне барғым келмейді. Өйткені білімі жетіспейді оның. Оған сенім жоқ. Сол біздің үлкен кемшілік. Рахмет әңгімеңізге. Білімді, дамыған, өркениетті Қазақстанда өмір сүрейік. Жақсы.